Сәлем достар, 21-ші ғасырда нендегіне транспорт түрі yok. Автобус, троллейбус, трамвай, метро. Бүгін мен сізні шушы транспорт түрлері білен бәйлі қызықлы фактлар білен таныстырашақпын. Кеттік. Мәскәу метросының ұзынлығы 780 километрға жеті. Питерда метро 113 километр. Қазан метросы небары 16 километр һәм 11 станциядан тұра. Мұны білейдіңіз ме? Қазан трамвайы Россияның ең бұрынғы трамвай системаларының бірсі. Ләкин метро ашылу оңайынан Татарстан башқаласында әлігі романтик һәм бұрынғы харакет иті ұсылы да популярлығын юғалта башлады. Қазан дүнияда 2 қатлы City Sensing Worldwide туристик автобуслар барлыққа келген 101-ші шәһәр болды. Европадағы кебек склад түбәләр, инвалидлар үшін пандус, 10 туқталыш һәм 8 тілде аудиогид. Бүтін шәһәр бойынша 7 велостанция һәм 120 темір от урнашқан. Хезмәт күрсәтүдән файдалану өчен сайтта тіркәлергә кирәк һәм үзеңә абонемент сайларға. Бір күнгә, 3 күнгә, яисә үз транспорт картасына бәйләргә була. Ниһаять, Казаныбыз чын Европаға әйләнә башлады. Поездка, ставшая судьбой. Монда язылы булган 6-нчы троллейбусны барчагызның да күргәне бардыр инде. Бу гади троллейбус түгел. Монда чын мәхәббәт хисләре туган. 30 ел элек ул вакытта әле яшь, хәзерге вакытта бизнесмен булган ир-егет үзенең булачак хатының шушы троллейбуста эшләткән һәм троллейбусны чәчәкләргә куйган. Авторның исеме әле дә билгесез. Дуслар, бүгенгә менә шулар иде. Кайсы факт сезгә күбрәк ошады? Языгыз. Сау булыгыз!